Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2-ші сыныптың 113-ші сабағы дара және күрделі етістік тақырыбы. 38-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Бір қаз өзенде жүзіп жүріп, өзіне өзі: мен қандай ғажап құспын. Жерде жүремін, суда жүземін, ауаға ұшамын. Менде құс бар ма екен? дейді. Мұны әтеш естіп оған: бекер мақтанасың, сен аттай шаба алмайсың. Әр істі шала білгенше, бір істі тәуір білген жақсы емес пе? дейді. Мәтіннің авторы Спандияр Көбеев. Ал енді балалар, осы мәтінге байланысты төмендегі тапсырмаларды бірге орындаймыз. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтінге ат қой. Етістіктерді тап дейді бізге. Мәтіндегі негізгі ой: әр істі жартылай жасағаннан бір нәрсені сапалы жасаған дұрыс екен туралы айтылған. Ал балалар, мәтінге біз мақтаншақ қаз деп ат қойсақ болады. Мәтіндегі етістіктер: жүзіп жүріп, жүремін, жүземін, естіп, ұшамын, мақтанасың, шаба алмайсың, білгенше, білген сөздер екен. Ал бала, келесі 39-шы жаттығу: сурет бойынша әңгіме құрастырып жаз. Балалар, төмендегі суретке мұқият назар аударып қараңдар. Бұл суретте қоян мен оның екі көжегі бейнеленген. Ал енді осы сурет бойынша әңгіме құрастырып жазайық. Әңгімеміздің тақырыбын қояндар серуені деп алсақ болады. Бір күні жылы көктемде ана қоян екі көжектерімен серуенге шықты. Олар жасыл шөпте секіріп, қуанып ойнады. Кенет кішкентай қоян көбелекті көріп, соңынан жүгірді. Екінші қоян да оны қуып кетті. Ана қоян алыстан бақылап, олардың қауіпсіз екеніне көз жеткізіп тұрды. Біраз уақыттан кейін бәрі ағаш түбіне келіп дем алды. Қояндар үшін бұл күн өте көңілді өтті. Ал балалар, сендер де осылайша әңгіме құрастырсаңдар болады. Келесі балалар, 40-шы жаттығу: қатесін тап және түзеп жаз. Бұл жерде балалар, қате Африка және Австралия сөздерінде. Тоты әдемі құс. Ол Африка, Австралия ормандарында тіршілік етеді. Ол кім? Бұл не кітабынан алынған екен. Келесі 41-ші жаттығу: шығармашылық үзіліс. Пирамидадан 7 әріптен тұратын етістікті тап. Тапқан етістікті тор көздерге орналастыр дейді. Ал балалар, пирамидаға мұқият қараймыз төмендегі. Бұл жерде бізде сайрады деген етістік шығып тұр екен. Енді осы етістікті бос тор көздерге жазып шығамыз. Ал енді балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағына лайк басып, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.